Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Саяын телевизийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургуулж үзлийн эндэр байж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх болно. Өсвөр насны эрүүл мэндийн хүрээнд 2 дугаар бүрэн дунд сургуулийн багш ажилчдыг сургалтанд хамрууллаа. Энэхүү сургалтын гол зорилго нь өсвөр насныхны эрүүл мэндийн болон сэтгэл зүйн онцлог тулгамдж буй асуудлын талаар санал бодлоо солилцох мөн тус сургалтаар дамжин хүүхдүүдийн эрүүл мэнд болон багш нарын эрүүл мэнд, өсвөр үеийн хүмүүжил, төлөвшил болон тэдний эрүүл мэндийн хамгаалахад оршиж байна. Өсвөр насны эрүүл мэнд аяны хүрээнд 2 дугаар бүрэн дунд сургуулийн багш ажилчдыг сургалтанд хамрууллаа. Энэхүү сургалтын гол зорилго нь өсвөр насныхны эрүүл мэндийн болон сэтгүүл зүйн онцлог тулгамдж буй асуудлын талаар санал бодлоо солилцох мөн тус сургалтаар хүүхдийн эрүүл мэнд болон багш нарын эрүүл мэнд, өсвөрийн хүмүүжил, төлөвшил болон тэдний эрүүл мэндийг хамгаалахад оршиж байгаа юм байна. Өсвөр үеийнхэнд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж мөн хамгаалж сонсох талаар энэгээр хэлэлцлээ. За өсвөр насныхны эрүүл мэнд 7 хоногийн аяны хүрээнд 2 дугаар сургууль дээрээ одоо бид хүүхдүүд маань амарцсан байгаа учраас сургуулийнхаа нийт бүх багш ажилчид дээрээ одоо эрүүл мэндийн сургалт явуулж байна. Үүнд бас өсвөр үеийнхаа эрүүл мэнд, багш нарын маань бол эрүүл мэндийн асуудал болно. Өсвөр үеийнхэд зөв хүмүүжил, төлөвшил, тэдний одоо эрүүл мэндийг хамгаалах, өсвөр үеийнхнийхээ бол зан үйлийг ол төлөвшүүлэх, өсвөр үеийнхэн маань тулгамдж байгаа асуудлыг ол шийдвэрлэх, хамтдаа эрсдлээс нь хамгаалах, өсвөр үеийнхэн маань одоо эрсдэлд орж байгаа зүйлийг, хүчин зүйлийг нь бол арилгах, тэднийг хамгаалах, сонсох талаар одоо сургалт явуулж байна. Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяат ажилтан, хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, нэрт Монгол, англи, төрх судлал, базалгааны нэрэмжит Монгол хэлний олимпиадын нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр аймгийн ах тушгааны нэрэмжит 4-р бүрэн дунд сургууль зохион байгуулагдлаа. Нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн гурлын дарга, боловсрол соёл урлагийн газрын дарга болон олимпиадад оролцогч хүүхдүүд оролцлоо. Тус олимпиад нь энэ жил анх удаага зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-аас 12 дугаар ангийн сурагчид оролцох боломжтой юм байна. Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяат ажилтан, хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Монгол, англи, төрх судлал, базалгааны нэрэмжит Монгол хэлний олимпиадын нээлтийн үйл ажиллагаад өнөөдөр аймгийн ах тушгааны нэрэмжит 4-р сургууль зохион байгуулагдлаа. Нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн гурлын дарга, боловсрол соёл урлагийн газрын дарга мөн базалгааны дүү болон олимпиадад оролцогч хүүхдүүд оролцлоо. Тус олимпиад нь энэ жил анх удаага зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-аас 12 дугаар ангийн сурагчид оролцох юм байна. Базалгаан нь 1930 онд Сэнгэл суманд төрсөн, 1977 онд 3,000 хүүхдээ Монгол Казак туйлыг гаргаж байсан цорын ганц хүн гэлээ. Бид нар шинжлэх ухааны гавьяат ажилтан, хэл шинжлэх ухааны доктор, нэрт Монгол судлаач, төрх судлаач, базалгаан гоён Монгол хэлний олимпиадыг анх удаага зохион байгуулж байна. За энэ олимпиадыг манай боловсрол соёл урлагийн газар санаачлан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд танилцуулан хурлын дарга дэмжиж энэ олимпиадыг явуулах нь зөв байна. Энэ хүний нэрийг гаргах нь зөв байна гэдэг ийм дэмжсэний үндсэн дээр өнөөдөр бид нар ингээд олимпиадаа зохион байгуулах гэж нээлттэй хийх гээд байна. За энэ олимпиадад 6 дугаар ангиас эхлээд 6 дугаар анги, 7 дугаар анги, 8 дугаар анги, 11 дугаар анги, 12 дугаар ангийн сурагчид, багш нар оролцсон. Энэ олимпиадыг цаашдаа бид нар уламжлал болгон явуулахаар бас ярилцж байгаа. Өнөөдөр манай хүүхдүүд базалгаан гэдэг хүн хин гэдэг хүн ямар хүн бэ гэдгийг бас мэдэхгүй байж магадгүй манай залуу үеийнхэн. Тийм учраас Монгол Казак тойл, Казак Монгол тойлыг гаргасан цорын ганц хүн. Тэгэхээр
энэ олимпиадаас одоо оролцож байгаа багш сурагчдаас нь амжилт хүсье. Ер нь олимпиад, төрөлхсөн олимпиад явагдаад нэлээд олон хонжинд 4-р сургууль болж байгаа. За аймгийн төвийн одоо хөдөө сумдын бүх сургуулиудын хүүхдүүд багш нар оролцож байгаа. За өнөөдөр аймгийн хэмжээнд Ухаатын барилгааны нэрэмжит олимпиад явагдаж байна. За энэ хүү олимпиадыг зохион байгуулсан аймгийн удирдлага болон боловсрол соёлын газрын удирдлагууд баярлаж талархсанаа илэрхийлж байна. За Ухаатын барилгаан бол казак хүүхдүүдэд Монгол хэл сурах, судлахад асрын хувь нэмэр оруулсан тийм томоохон эрдэмтэн хүн. За энэ хүний талаар Монголын шинжилгээний нэрт эрдэмтэд ноён оргил болсон Шалвын Улавсан Манангуй, Цэнлийн Дамжин Срангуй, Ямбан Ирэнчингуй энэ хүний бүтээлийн талаар өөрийнхөө үнэлтгүүлдэг өгсөн байгаа. Энэ хүн Монголын судлал, төрөх судлалд томоохон хувь нэмэр оруулсан тийм эрдэмтэн хүн байгаа. За 1977 онд казак Монгол тойл 1984 онд Монгол казак тойлыг зохиосон. Өнөөдөр хүртэл тэр тойлыг одоо баяжуулж тухайлах юм бол 40 мянган хүүхдээ тойлыг 50 мянган хүүхдээ тойл болоо зохиосон хүн одоо хүртэл гараагүй байгаа. Энээс л энэ хүний ямар их энэ салбарт оруулсан хувь нэмэр ямар их байгааг харж болно. За үгийн өвдсийг мэддэг зохиолч, сэтгүүлчд, сургууль мүүлэгчд одоо хүртэл энэ хүний тэр тойлыг ширээний ном болгож байгаа. Тийм учраас одоо залуучуудад, хүүхэд залуучуудад би Ахмад багшийн хувьд монгол хэлийг, эх орны хэлийг сайн сурахыг зөвлөж байна. За құрметті аймақтың құрылымдары, аймақ әкімі және болыстырудың әкімі, соның негізіне сіздерге мынандай өлгенімізді тірілтіп, өшкенімізді жанғандай болып, өлгенімізді тіріліп, өшкенімізді жандырғандай болған сіздерге мынандай олимпиада құрылмай болып беріп жатқандарыңызға көп рахмет. Алла риза болсын. Құрметті оқушылар, мұғалімдер, сіздерге мына менің ағамның артындағы олимпиадаға жиналып кеп, мынандай сайысқа түскендеріңізге көп рахмет енді. Мен енді бұл кісінің кенже бауыры боламын енді бәрі. Бұл кісінің істеген шаруа еңбектері және мына бастықтар, әкімдер мына кісілер айтып кетті. Оны енді қайталап айтудың қажеті жоқ. Сонда өзі мына кісілер біткен азғана қамшының саптай қысқа өмірінде білімнің ең қиыны, білімнің шыңына жетіп, білімнің ең қиыны білімнің түбіне жеткенде мына оның оңай жету оңай емес екен. Білімнің түбіне жету деген сөз инемен құдық қазып шығарып деген сөз екен. Инемен құдық қазып шығарған кісі мына өмірінде. Бір сөзді таба алмағанда, ломбасында мына кісі 50-60 жыл тіршілік еткенде бір сөзді таба алмағанда, ломбасынан дереу самолетпен ұшып, айналып өгіп, бір қазақ сөзді әлек тауға кеткен екен баяғыда. Өргөн сумын 4-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай цэвэрлэх байгууламжийн бохирын карт хагарсан гэх мэдээллийг тухайн багийн оршин суугчид мэдээлж, эрүүл орчинд амьдрах эрхэнд зөрчигдөж байгаа талаар гомдлоо манай телевизэд ирүүлсэн билээ. Энэхүү мэдээллийн мөрөөр цэвэрлэх байгууламж руу очиж нөхцөл байдлыг газар дээрээс нь сурвалжлаа. Сурвалжлах явцад холбогдох байгууллагуудад тодруулахад бохирын карт хагараагүй дулааны үйлрэлтэй холбогдуулан мөс нь хайлдаг түүнийг айл өрхөдөд цаад учруулахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч шороо асгах арга хэмжээ авч ажилласан гэж хариулсан. Харин орчин суугчид бохирын карт хагарсан ч хагараагүй ч энэ 100 болохоор бохирын үнэр амьсгалах боломжгүйгээр үнэртгэхээс гадна тухайн орчны айл өрхүүдийн хөдөгний ус хүртэл бохирдсон гэх
бухимдалтай сэтгэлээ манай телевизэд ирүүлсэн билээ. Үлгий сумын 4-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай цэвэрлэх байгууламжийн бүхрийн карт хагарсан гэх мэдээллийг тухайн багийн оршин суугчид мэдэгдэж, эрүүл орчинд амьдрах эрх нь зөрчигдөж байгаа талаар гомдлоо манай телевизэд ирүүлсэн билээ. Энэхүү мэдээллийн мөрөөр манай телевизийн сурвалжлах баг цэвэрлэх байгууламж руу очиж нөхцөл байдлыг газар дээрээс нь сурвалжлаа. Сурвалжлах явцад холбогдох байгууллагуудаас тодруулахад бохирын карт хагараагүй дулааны улиралтай холбогдуулан мөсөн хайлдаг, түүнийг айл өрхөд цаад шруулцгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч шороо асгах маягаар арга хэмжээ авч ажилласан гэж хариуллаа. Харин орчмын суугчид бохирын картанд хагарсан ч хагараагүйч 100 бохирын үнэр амьсгалах боломжгүйгээр үнэртгэхээс гадна тухайн орчны айл өрхүүдийн худагны уус хүртэл бохирцсон гэх бухимдалтай сэтгэлээ илэрхийлсэн байна. Харин ард иргэдийн хувьд энэ асуудлаар байр сууриа илэрхийллээ. Удаадараа бохирын үнэрээс хүн амьсгалах аргагүй болсон гэдгийг холбогдох алган тушаалтнууд мэдэгдсэн боловч авч хэлцэхгүй гэх мэдээллийг бидэнд өгсөн юм а. Тухайн орчинд байгаа иргэд байнга бохир үнэртдэг, мөн өөрсдийнх нь хашаан дотор худгууд бохирдож, шин гүний худаг ухаж өгсөн ч тэр худаг нь бас бохирдсон бохироос ууж байгаа гэсэн мэдээлэл өглөө. За бид яг одоо Бугут сумын цэвэрлэх байгууламжийн хажууд ирээд байна. За энд иргэдийн гомдлын мөрөөр сурвалжлахад бохир усны шугам хагарснаас болж одоо ойр хавийн орчинд амьдарч байгаа хүмүүсийн эрүүл агаарт амьсгалах эрх нь зөрчигдөж байна гэсэн гомдлын мөрөөр одоо сурвалжилж байна. За яахын аргагүй энд бол задраагүй биш, задарсан байна. Бохирын хоолой задарсан гэвч SWAT компани тусламжтайгаар 70 машин шороо асгаж энхүү үнэрийг дарж усыг ингээд тогтоох арга хэмжээ авсан байна. Гэвч одоогийн байдлаар бас ус ахиад задрах эрсдэлтэй байгаа нь бол харагдаж байна. За энд бол хүн твчиж байхын аргагүй юм үнэртэй байгаа иргэд бас хэлж байсан юм. За яг одоо миний байгаа энэ газар бас маш их бохирын үнэр үнэртэж байна. Үнэхээр амар. За та бүхэндээ бид бас холбогдох албан тушаалтнуудаас тодруулах хүрэх болно. Жемнэ бохирдыг нь ясбизген мен келгэл өсөг автал бол мына үед саасыг өз сувол шигэгэмэга осмайны кутун барьшлын мен саас өз жагдай ал болтын. Бес алтылдан бери өсөнген күнжлэн гансай гел чыккан сайын өз саасыг мына үед. Нөө адам үшін келесек барадар үшін кыйммат нерсе болуп турган мына. Niye su içilmeyi, hani kuni yolu kazıp bergen, onun suyunun özüne söyleyip bitme, Osman'ın su içilmeyen, işkence aram su, sasık Osman'da yerin, özakda yavru su, Osman'ın kalkan yerin. Bәрі біз бұд, Osman'ın bәрі өз құды ішілмей қалды бірақ. Басқа лауазым иелерін айттыңыздар ма осы жайлы? Лауазым иелерін анадылы айтылды, ол жоғалтамыз деген Арылбек деңіз. Жоқ сөзі қалды ғой, біз онdan тазартамыз, жоғалтамыз, осы шығарды бәрін айтқан, шығататын болған қазір өзінің жоғалтқанда ол аман сәлем өлмей қалды, шығырға депутаттар емес. Осындай жағдайымыз өз. Сонда суды қалай ішіп өттіңіздер? Суден мына су ішілмей қалған 4-5 жыл болды. Біз ана өздері күн юдық деген қазып берген былтыр осында. Содан ішкен боламыз енді. Ана ақ қыз айбы көп екен ол. Ол арам екен, таза екен, оны тексеріп көрген кісі бар жоқ біліп тұрған жоқ еді. 2000 теңге дейді. Айына соны құрады, соны ішіп өтміз еді. Тус цэвэрлэх байгууламж нь анх 1986 онд ашиглалтанд орж тухайн үеийн намын удирдлагууд ойр орчинд ард иргэд амьдран суухгүй байхыг тушаасан байжээ. Гэвч ардчил бий болсноор тэр орчинд иргэд амьдран сууж эхэлжээ. Тэр үеийн удирдлагуудын буруу шийдвэрээс болж бохирын картны эргэн тойронд иргэд суршиж цэвэр агаараар амьсгалах, эрүүл амьдрах эрх нь зөрчигдсөр байна. Харин тэр үеийн бас нэгэн буруу бодлогын сөрөгнөлөө нь энэхүү өнөөдөр харагдаж байна. Анхнаасаа бохирын картыг газар хөрсөнд шингэж байгалийн аргаар уусаж алга болох бодлогоор байгуулсан энэхүү цэвэр агааргүй, цэвэр усгүй, цэвэр хөрс шороогүй газар үлгийн ард түмэн амьдрах боломжгүй бүрдүүлсэн харамсалтай билээ. Бохир цэвэр усны асуудлыг хариуцсан ажиллагч SWAT компани удирдлага энэ талаар тайлбарлаж, энэ жил цэвэрлэх байгууламжийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдэгдэхгүй бол одоогийн байдлаар хагараагүй хэдэж эх онд тус картанд хагарах аюултай гэдгийг онцлон дурдлаа. За Үлгий сумын 4-р аумағында орналасқан біздің SWAT компаниясының жанындағы арам су тазарту станциясы 1986 жылы іске қосылған. 86 жылдан бүгінге дейін тазарту станциясы өз іс жобасын жүргізіп отыр.
Сіздердің сұрақтарыңыз бойынша жәнегі арам су тазарту станциясындағы су сақтау құбырлары жарылды деген мәлімет бойынша өздеріңіз және барып қайтқансыздар, өздеріңіз көздеріңізбен көріп қайттыңыздар. Ол жерде ешқандай да жәнегі су құбыры, су сақтау құбыры жарылған қандай бір мәселе орын алған жоқ. Бұл енді күн жылынғанына байланысты жалпы жыл сайын орын алатын мәселе. Жәнегі күн жылынғанда ол жердегі айналасындағы мұздар еріп, жәнегі су құбыры, сақтау құбырындағы мұздар еріген кезінде жыл сайын астынан аздап су шығатын жағдайлар бар. Бұл су құбырынан шыққан сулар айналасына тарап, маңайына бірақ ластап кеткен жайт жоқ. Біздің жалпы су тазарту станциясының құбырларының сыртында тартылған және өзінің аумағына тиесілі қашасы бар. Осы қашаның сыртына қандай бір су шығып кеткен, немесе су жайылып кеткен жағдай бүгінге дейін орын алған жоқ. Әрине, кішкене су шығайын деген жайт болған, бірақ біз бұны болғанда және біздің компаниямыздың жұмысшылары 2-ден 3 күн және 72 сағат күн-түн демей барлық техникаларымызбен бірлесе отырып жәнегі бұл су құбырының аздап шыққан суларына тоқтатқан болатын. Бұл енді арам су тазарту станциясы жалпы аймағымызда күрделі мәселе болып отырған іс жобалардың бірі. Бұл енді бірнеше жыл айтылып келе жатыр. Жәнегі Польша мемлекетінің ұзақ мерзімді жәнегі қарызы арқылы салынғалы отыр. Бұл енді өткен 2018 жылы жәнегі жұмыс жобасы істеліп басталуға тиесілі болатын. Және Польша мемлекеті және Моңғол мемлекеті арасындағы жәнегі өздерінің келісімдері түбегейлі болмағанына байланысты бүгінге дейін осы жұмыс жобасы басталған жоқ. Бірақ та осы 2019 жылы басталады деген осы негізі ойда отырмыз. Жақында ғана құрылыс саласының басқару жұмысшыларының жиыны болып өткен. Ал осы жиында да осы жәнегі тазарту станциясының мәселесі талқыланып айтылып өтті. Бұл енді тек қана біздің Баян-Өлгей аймағында ғана емес, барлық аймақтарда қазір ең басты мәселе, күрделі мәселелердің бірі болып көрсетіліп отыр. Енді өткен жылдары Ерінті қаласында, Дархан қаласында, Дорнығал, осы бірнеше аймақтарда су станциясы және тазарту станциясы салынып іске қосылған. Ал енді басқа аймақтарда, соның ішінде де енді бір 5 аймақтың жобасы жасалып отыр. Осы 5 аймақтың ішінде біздің Баян-Өлгей аймағының жәнегі арам су тазарту станциясының жобасы жұмысы осы 2019 жылы басталады деген тұрғыда отырмыз. Ал енді бұл станция салынбаса, әрине өте қиын жағдайға ұшырағалы отырмыз. Бұл енді біз жылда айтамыз, жылда қойылып отырған мәселелердің бірі. Біз қысқы дайындық жұмысына осы арам су тазарту станциясының жұмысына бірінші жұмыс болдырып қоямыз. Жылда орындалмайды. Біз жоғарғы тиесілі министрге, тиесілі орындарына жалпы іс жүзімен, қағаз жүзімен жіберіп отырмыз. Бірақ та орындалмай отырған мәселенің бірі болып отыр. Енді бұл ары қарай іске аспаса, арам су тазарту станциясының жағдай өте қиындағалы отыр. Өткен жылда да біз мынау 2016 жылда да осындай қиын жағдайда жәнегі су жарылып кете жалдап, 15 жылдар жарылып кеткенде кішкене жағдайлар болған. Біз онда осыны қайталамайық деген тұрғыда 2016 жылы жәнегі су сақтау құбыры және карт деп айтамыз. Осы карттан 2
карт және жергілікті жер даму қорынан аймақ әкімшілігі осы қаражатын шешіп беріп 2 карт жөндеп жәнегі жасап іске қосқанбыз. Осы 2016 жылы іске қосқан картымыз біздің 17-18 жылы осы 2 карттың арқасында біз және қыстан аман-есен шықтық, жарылмай, қандай бір келеңсіз жағдай орнамадан. Ал 2018 жылдың қысқы 11 ай мерзімінде мынау тағы да жарылуға таяп және де өте қиын жағдайларға орын ала жаздағаннан кейін біз жәнегі аймақ әкімшілігі төтенше жағдай комиссиясы бар, өздеріңіз білесіздер. Төтенше жағдай комиссиясына таныстырып, осы төтенше жағдай комиссиясының шешімі бойынша бізге жәнегі аймақтың жергілікті жер даму қорынан 60 миллион төгірік шешіп беретін боп, жұмысыны алдын ала бізге істеңдер деген тапсырысы бойынша біз осы 2 жаңадан карт жасап, соны пайдаға бергенбіз. Сол пайдаға берілген 2 жәнегі карттың арқасында биыл жәнегі қандай бір келеңсіз жағдай орнамадан қыстан аман-есен шығып отырмыз. Енді Алла қаласа, енді осы мына көктемде енді су еріген кезінде және мұз еріген кезінде осындай кішкене су шығатын жағдайлар болады. Мынау әбден ерігеннен кейін жәнегі сол жердегі карттарға өзі сіңіп кетеді жәнегі су. Сондықтан енді биыл негізімен аман-есен енді шықтық деген ойда отырмыз. Бірақ та алдағы 2019 жыл 20 жылға қараған қысымызда бұл станция жұмысы басталмаса, бұған енді тиесілі қандай бір қаражат шешілмесе, келесі жылы біз енді шығу мүмкіндігі өте қиын жағдайда деген сөз. Сондықтан жәнегі сіздер шағым бойынша келдік деп отырсыздар, өздеріңіз және көздеріңізбен көріп қайттыңыздар. Ешбір о жерде қандай бір жарылған, қандай бір ағып кеткен, маңайыны былғап кеткен ондай жағдай жоқ. Мынауыңыз болғанда 1986 жылы жәнегі Арден депутат дейді. Сол кездегі 86 қаулы бойынша жәнегі су тазарту станциясының бергі жағында негізгі тонды үйлдвір деген болған, өздеріңіз білесіздер. Осы негізгі тонды үйлдвірдің қашасының бұрышынан және Севілікбай ғылымжының қашасына дейінгі жерге ешбір ауыл үй отырылмайды деген және сол кезде қаулы шыққан. Бұл 86 жылы жәнегі арам су тазарту станциясы салынған. Ал енді о жердегі отырған ауыл үйлердің жәнегі қай уақытта қашан орналасқанын қарап көретін болсаңыздар, бертін орналасқан ауыл үйлер. Ол енді негізінде жәнегі қала көркейту орны, сол кездегі мысалы Өлгей сұмын әкімшілігі, мен 90 жылдарды айтып отырмын да, және жер берілген 2000 жылдардың басында деп айтып отырмын. Сол кездегі мысалы жәнегі теріс жер беріп тастағаннан болып, мысалы ауыл үйлер сол жерге орналасып отыр. Ал енді бүгін болғанда, Севілікбай ғылымжы жәнегі арам су тазарту станциясының исі келді, мынау жоғалса, мынау көшірілсе деген ұқсаған әрине адамдар ұсыныс айтып жатады. Бұл енді жәнегі адамның жәнегі тамыры қалай болса, біздің жәнегі таза сумен қанымдау, арам суды тазарту орнына жіберу, бұл енді адаммен тікелей бірде-бір байланысты жәнегі ұйым мекеме болғандықтан, бұны қандай бір ары қарай жауып тастау, нету деген енді ол еш уақытта мысалы болмайтын нәрсе деп біз енді көріп отырмыз. Көшіретін мүмкіндік енді ол енді үкімет болып мысалы жәнегі көшіреміз деген қаулы шығарып нететін болса енді болатын шығар. Дәл енді тұрғындардың айтуынша құдықтардың бәрі арандаған, қазған құдықтың бәрі су арам шығады. Былтырғы жағдаймен терең құдық үкіметтен қазып берген соның суының өзі лайланып кеткен деген
чагым айтып жатыр да. Сол маңайдағы ауыл үйлер қазіргі жағдаймен иісінен тыс таза сумен қамтылмай отыр. Бұған не дейсіз? Бұл енді таза сумен қанымдау жобасы жалпы 2016-2020 деген мына аймақ әкімінің іс жобасында көрсетілген. Сол іс жобаның ішінде жәнегі жалпы халықты таза сумен қанымдау деген жәнегі жүйе көрсетілген. Сол жүйе бойынша жәнегі тек 4-ші аумақта сол жаңағы сіздер айтып отырған арам су тазарту станциясының дәл жанында 4 жәнегі тереңдетілген және құдық іс жобасы жасалып жәнегі іске қосылған. Осыда мысалы жәнегі халқымыз су алып отыр. Ал енді бұның мысалы жәнегі ауыз суымыз арамдалып кетті дегенмен де енді жәнегі мысалы арам су тазарту станциясының атқарып отырған қызметі де қаншалықты адамға байланысты, қаншалықты өте күрделі мәселе екенін ол енді халық өздері де түсінеді деп отыр. Мен соны ашық түрде айтпайық. Энэ хүрээд манай мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байгаа дараагийн хөтөлбөртөө иргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчдээ.